сенің анаңның анасынан қалған күміс ер тоқым. Соны таныстырып өтейін. Мынау күміс жүген. Мынаны ауыздық, мынаны тізгін дейді. Тізгін негізі аттың ердің қасына бетімізден тұрады, көбінесе. Ал мынау алдындағы өмілдірік деген ердің мына жерінен былай келеді, атты кеудесін ұстап тұрады. Мына жер кеудесін тұрады. Көрдің бе? Кеудесін ортасында. Дәл кеудесінің ортасында тұрады. Ал мынау артында тұратын, бұл да құйысқан дейтін дүние. Былайдан келеді, екі аттың жауырынынан жамбасынан түсіп тұрады, құйығына ілініп тұрады. Ер не алға, не артқа кетіп қалмасын. Екі жіптің біреуі ар жақта, біреуі бер жақта қалады. Көрдің бе? Иә. Екі жіптің мына өткізіп алыңнан біреуін бері қарай тартып аласың. Сосын біздіңді бүйтіп қайырып тартасың. Дөңгелеген покрышкасын жыртып алдым. Так. Мынау 15-16 бер жаңа. 16. Енді бұрайтын. Қайшыны өте байлап ұстау керек. Қойдың ғой. Мынасын алып тастайсың. Мынаны ішін тазалығын қарайсың бүйтіп. Ішеді. Таза міне. Ешқандай жаңағы темір, еле бірдеме кіріп тұрған. Жоқ қой. Өстіп көрдік. Мынау ескі. Мынаны аласың да, мына ішіне жапсаңыз, әр затты кесерде, бұзарда, қайта жасарда 7 рет өлшеп 1 рет кес дейді. Мынау сәл артық қалды. Мынаны қазір біз өлшейміз. 7 рет өлшедім, 1 рет кесе саламыз. Көрді ме? Енді бүйтіп жібереміз да. Бәрі істейді қой бері. Қара. Тұттағын. Солай ма? Тастап, тазалап тастап. Есіңде болсын, әр жұмысты істегеннен кейін артыңда жақсылап тазалап кету керек. Ол өзіңнің жаңағы адалдығыңды, тазалығыңды мына жерде келіп кеткен адам сенен кейін сенің істеген ісіңнен кейін келген адам сенің қандай екенін білу керек. Түсіндің бе? Тазалық саулықтың белгісі, саулық байлықтың белгісі. Байлық деген ол сенің білімің. Мына жерді ластап кетсең, қанша білім болса да мына шашын боятқан